Ең негізгі мақсатымыз ол біздің бизнеске тиісті, керекті, квалификациясы жоғары мамандар табу. Ең біріншіден біз оларды компаниялардың ішінен, екіншіден біздің өзіміздің Қазақстанымыздың ішінен іздеп іріктейміз. Тек қана Қазақстанда жоқ квалификацияны немесе тиісті деңгейдегі квалификация болмаса, сонда ғана шетелдік мамандарды тауып тағайындаймыз. Сол үшін нақты пайызын айта алмаймын, бірақтан көп болмайды. Екіншіден, оларға қойылатын талап ол біздің жергілікті мамандарды өсіру. Оларға білімін беру, өзі кеткен соң орнына дайындау. Сол ең бірінші мақсат сол. Екіншіден, сол халықаралық деңгейдегі жұмысты самұрық-қазынаның ішіне енгізу. Ал нақты талаптар бар, өз маман бойынша, лауазым бойынша, ол әртүрлі әр маманға.